Баршаңызға сәлем, қымбатты мен оқырмандарым, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Ләйләгүл асхана арнасы каналы. Бүгін сіздермен өте тойымды және де дәмді, ең сәтті рецепттердің бірі сәбізден икра салатын жасайтын боламыз. Менімен бірге видеоны жібермей, мұқият соңына дейін қараңыздар. Түрлі лайфхактармен бөлісемін, сондықтан да видеоны өткізіп алмай мұқият болыңыздар. Бұл салат менің көп жылдан бері жасап келе жатқан ең сәтті рецепттерімнің бірі, сондықтан да қорықпай дәл қазірден бастап осы рецептпен жасай берсеңіздер болады. Ең алдымен қажетті заттардың барлығын жуып, тазалап, барлығын дайындап алғаннан кейін ет тартқышымызды құрап, барлық өнімдерімізді өткізіп аламыз. Ең алдымен біз ашты бұрышымызды өткіземіз. Сіздерге жаңадан лайфхак болсын. Неге именно осы ашты бұрыштан бастаймыз? Себебі ет тартқышымызды кейін де қолданған кезде ет тартқышта ашты өнімдер қалып қалмас үшін именно осы ашты бұрыштан бастаймыз. Себебі ең соңынан біз қызанақты өткізген кезде барлық ашты өнімдеріміз қызанақтың соғымен бірге ағып кететін болады. Екінші чесногымызды өткізіп жатырмын, және де үшінші мен тәтті болгар бұрышын қостым. Қоспасаңыздар да болады, міндетті емес. Мен икраның өте ашты болғанын қаладым, сондықтан да 10 дана қостым. Егер де сіздерге өте қатты ашты болғанын қаламасаңыздар, онда ашты бұрышты аз мөлшерде қоссаңыздар болады. Дәл осы ашты бұрышымызбен чеснокты алдын ала бөлек өткізіп, қақпағын жауып, бөлек жерге қойып қоямыз, аштылығы ұшып кетпес үшін. Ал енді келесі кезекте жартылай ашты бұрышымызды өткізіп аламыз. Барлығын жеке-жеке ыдысқа өткізіп алдым, және де оның цветі маңызды емес. Қызыл, көк түстерін қолдана берсеңіздер болады. Енді келесі кезекте біз сәбізімізді өткізіп жатырмыз. Барлығын осылай ет тартқыштан жеке-жеке өткізіп аламыз. Енді келесі кезекте қызанағымызды өткіземіз. Қызанақтың сорты маңызды емес. Мен осындай етті қызанақты пайдаланып жатырмын. Суы аз немесе көп қызанақты қолдана берсеңіздер де болады. Ешқандай айырмашылығы жоқ. Және де құрметті қыз келіншектер, менің алдыңғы видео сабағымда қайнатылмайтын және де баклажкада жабуға болатын огоньоктың ең сәтті рецептісімен бөліскен болатынмын. Егер де каналыма жаңадан келіп жатқан оқырманы болсаңыз, міндетті түрде каналға өтіп қарап көріңіздер. Ал енді достар, салатымызды бастаймыз. Ең алдымен ыдысымызды отқа қойып, үстіне сұйық майымызды құямыз. Майымыз қатты қызғаннан кейін бірден қызанағымызды салып, бұрқ етіп қайнағанша қайнатамыз. Бір бұрқ етіп қайнағаннан кейін үстіне сәбізімізді салып, жақсылап араластырып, сәбізімізді қатты отта бұрқылдап қайнағанша қайнатамыз. Бұл этап өте маңызды қыздар. Ең алғашқы майды қыздырған кездегі қатты жалымен дәл осы сәбізіміз бұрқылдап бір қайнағанға дейін оттың астын баспаймыз. Міндетті түрде бұрқылдатып бір қайнатып алғаннан кейін осындай қызанақтың соғы шығады. Дәл осы қызанақтың соғы шыққан кезде орташа отқа қойып 1,5-2 сағат бұрқылдатып қайнатамыз. Әрбір 10-15 минут аралығында қақпағын ашып, араластырып тұруды ұмытпаңыздар. Себебі біздің өнімдеріміз қазанымызға жабысып қалуы мүмкін, сондықтан да әрбір 15 минутта араластырып тұруларыңыз қажет. Мінекей қыздар, байқасаңыздар, біздің икрамыз қоюланып, кішкене суы тартылып келе жатыр. Дәл осылай баяу отта бұрқылдатып, әрбір 15 минутта араластырып тұрасыздар. Барлығын осылай араластырып алғаннан кейін татымына қарай тұзымызды қосамыз. Тұзды өзіңіздің қалауыңыз бойынша қосасыздар. Мен 2,5 ас қасық қостым. Тұзымызды қосып алғаннан кейін жақсылап араластырамыз. Ал қыздар, сіздерге менің видеом ұнап жатыр ма? Егер де сіздерге ұнап жатқан болса, мені шабыттандырып, лайктарыңызды аямай басып, комментарий бөліміне өз пікіріңізді қалдыра кетуді ұмытпаңыздар. Мінекей біздің икрамыздың барлық шырыны, соғы тартылды, осылай қоюланады. Сол кезде жартылай ашты бұрышымызды қосып, және де ашты бұрыш пен чеснок араласқан өнімізді қосып, барлығын біріккенге дейін жақсылап араластырамыз. Барлық жеріне біздің ашты өнімдеріміз сіңуі керек, сондықтан да барлық жеріне баратындай жақсылап араластырып алыңыздар. Жақсылап араластырып алғаннан кейін бір бұрқ өткізгенше қақпағын жауып қайнатамыз. Бір бұрқ өткізгеннен кейін дәл осылай соғы шығады тағы да. Сол кезде қақпағын жауып, оттың астын өшіріп, суытамыз. Сол аралықта біз банкаларымызды стерилизациядан өткіземіз. Алдын ала жуып, тазалап, кептіріліп тұрған банкаларымызды мен духовкада
180 градуста 15-20 минутта стерилизациядан өткізіп алдым. Және де қақпақтарымызды арнайы осылай ыстық қайнап тұрған суға парлап аламыз. Барлығын осылай парлап дайындап қойғаннан кейін икрамызды банкаларымызға салып бастаймыз. Дәл осы кезде сіздерге тағы да бір лайфхак: біздің икрамызды банкеге салып жатқан кезде ортасында ауасы қалып қалмауы керек. Міндетті түрде қасықты осылай тығып, барлық жеріндегі ауаларды шығарып аламыз. Егер де ауасы қалып қалатын болса, онда банкаларымыз атылып, немесе икрамыз ашып кетуі мүмкін. Сондықтан да ауа, воздух қалмайтындай осылай бір тегіс етіп жақсылап салып құйып шығамыз. Мінекей, менде ешқандай ауа жоқ, барлығын осылай ауа қалмайтындай құйып аласыздар. Енді қақпағын жауып, икрамызды салқын жерде сақтаймыз. Міндетті түрде салқын жерде сақталуы керек. Күннің көзі түспейтін салқын бөлмеде немесе мұздатқышта сақтасаңыз да болады. Банкаларыңыз ешқандай да шытынамайды, жарылмайды. Мен өзім морозилкада сақтап отырмын. Дәл солай сіздер де морозилкада сақтап алсаңыздар болады, немесе холодильникте сақтасаңыздар да болады. Ең бастысы салқын жерде сақталып тұруы тиіс. Мінекей достар, сонымен біздің қысқы мерзімге арнайы жапқан икрамыз дайын болды. Барлығын осылай жауып, арнайы салқын жерде сақтаймыз. Егер де бұрын соңды жасап көрмеген болсаңыздар, онда міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады, және де тағамға қосып жегенде аппетитіңізді ашып, сізді ерекше қуанышқа бөлейді. Келесі кездескенше, пока-пока.